Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен балалардың ерекше сүйіп жейтін, өте дәмді, тез арада дайындалатын печеньесін рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы май, бір дана жұмыртқа, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Мінекей бәрін жақсылап араластырып алдық. Енді кукурузный крахмалымызды салып, оның үстіне електен өткізілген ұн мен қопсқышты салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды қолмен ұстағанда бірігетіндей болу қажет. Енді печеньемізді формасына келтіретін боламыз. Мен салмасына вареный сгущенка салдым. Шоколад салсаңыздар да болады, немесе мүлдем ешнәрсе салмай, осылай дайындап алсаңыздар да болады. Өте дәмді әрі тез арада піседі. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Керекті заттардың бәрін видеоның астына жазып қоямын. Мінекей бәрін осылай дайындап шығатын боламыз. Қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып піседі. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.